Ақмола облысы Целиноград ауданы Лесная Поляна тұрғын үй алабы және Қосшы елді мекені. Астана қаласынан 15 шақырым қашықтықта орналасқан. Халық саны шамамен 65 мың адамды құрайды. Елорданың агломерациясына жататын бұл жерде халық саны күн санап өсіп келеді. Сондықтан біртіндеп ауыз су мәселесі туындауда. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымын құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің жұмысымен танысатын боламыз. Ауыз суындан ашар. Бірде болады, бірде болмайды. Көрбеші, көшеде бәрі суға кетеді. Бесінші этажға келмейді кей кезде. У нас в Качах очень плохая вода. Было бы, конечно, хорошо, если бы нам здесь провели воду. Бесінші қабаттарларға оқшы су бармайды кейде. Енді осыдан бір жұма бұрын болмай қалды. Авария жиі болып тұрады. Насостар атқа жасайды да жиі болып тұрады. Бұлар Астана маңындағы Қосшы елді мекені мен Лесная Поляна тұрғын үй алабының тұрғындары. Қалың бұқараның бас қайғысына айналған су мәселесі. Өзекті жайттың шешімін табу мақсатында Ақмола облысы Целиноград ауданының Нижний Романовский кен орнынан су іркуіш құрылыстарын және су тартқышын салу жобасы жүзеге асуда. Қосшы ауылында өзекті жаңағы мәселелердің бірі болған. Ол жаңағы Лесная Поляна тұрғын үй кешеніне су жетіспейтін 4-5 қабаттарға. Соның шешуге былтыр үкіметтен жаңағы көмек жасалып жатыр. 2 миллиард 150 миллион теңгеге жаңағы проект жасалған. Нижний Романовский месторождениеден жаңағы 20 соңғыман қазылып, оның 11 рабочий, 14 резервный, сосын 1800 метр жаңағы водопровод тартылды. Былтырғы жылдың аяғында 3 жаңағы оңғыма қазылып, іске қосылды қазіргі таңда. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 19 маусымдағы 681 қаулысымен Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік экономикалық дамытудың 2020 жылға дейінгі кешенді жоспары қабылданды. Ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау мақсатында 2011-2016 жылдар аралығында республикалық бюджеттен 160 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бұл қаражатқа біз тез арада жаңағы 6 су ұңғымасын орнатып, және де 1300 шақырым су құбырын салдық. Бұл қазір бізге 1100 кубқа судың көлемін көбейтіп, біз халыққа пайдалануға беріп отырмыз. Енді бұл жоба негізінде 14 су ұңғымасын көздеп отыр, және де 10 мың куб жаңағы су тазартатын станция салынады. 2017 жылы құрылысты жалғастыру мақсатында республикалық бюджеттен 879 миллион теңге қаржы бөлу көзделген. Пробурено на сегодняшний момент 6 скважин, 3 запущены. Бұрғыланған қазіргі таңда 6 ұңғыма бар. 3-і іске қосылған, 3-і резервте тұр. Олар су берілу барысында оқыс оқиғалар орын алса қажет болады. Қазіргі уақытта сорғы станциясынан бірінші таратушы торапқа дейінгі аралыққа құбыр желісін орнаттық. Жалпы құбыр желісі 400 шақырымды қамтиды. Жоба жоспарында аудан толықтай ауыз сумен қамтылып қана қоймай, сондай-ақ су сапасына да ерекше мән берілген. Бұл үшін құбыр желісі тікелей ауданға тартылмай, алдымен тазарту станциясына жеткізіледі. Тазарту станциясында су құрамын бақылаушы мембраналық құрылғылар орнатылған. Ингибитор объединения минеральных солей деген бар, ИОМС дейміз. Сол құрылғыға дозатор ретінде дозатормен қосылып отырып, тяжелый металл сольдарды жекешелеп шығарып отырылады, ол сбросқа кетіледі. 30%-ға дейін концентрация сыртқа тасталады основной судан. Ендігісі хлор қосылады. Мембраналық құрылғылар келген судың 30%-ын құбыр желісінен сыртқа шығарып отырады. Су сапасын арттыру шаралары мұнымен шектелмейді. Тазарту станциясынан кейін су құбыры желісі бактерия жойғыш құрылғылардан өтеді. Құрылғы ішінде ультракүлгін шамдар қондырғысы қойылған. Они уничтожают все бактерии. Олар бактерияларды жояды. Су құрамындағы барлық микробтарды жоятын ультракүлгінді шамдар бар. Бір құбырға 4 шам қойылған. Біз сараптама жасап та көрдік. Бактерия қойғыш қондырғысынан өткен. Судағы бактерияның 99% жойылады екен. Міне, осындай тазарту қондырғыларынан өткен соң ғана су құбыры станциядан ауданға жіберіледі. Яғни, аудан тұрғындары алдағы уақытта заманауи тазалау процестерінің әртүрлі сатысынан өткен ауыз сумен қамтылмақ. Жоба бойынша 8
1,8 километр су тартқыш жүргізу және 14 ұңғыма бұрғылау жоспарланған. Осы кезге дейін ұзындығы 2 километр, диаметрі 315 мм ұңғымалар арасындағы су тартқышты орнату жұмыстары мен Қосшы елді мекеніне дейінгі су тазарту имараттарын салу жұмыстары атқарылды. Қазіргі кезде құрылыс алаңда ұңғымаларды салу және екінші сорғы станциясының іргетасын орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жобаны 2018 жылдың аяғына дейін аяқтап, пайдалануға беру жоспарлануда. Нәтижесінде Қосшы ауылдық елді мекеннің ауыз су мәселесі жақсарады. Инфрақұрылымды дамытуға арналған Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде несиелеу және субсидиялау тетіктері арқылы 2015-2016 жылдар аралығында 106 жобаны жүзеге асыру үшін 51 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бағдарлама бойынша ауқымды жобалардың бірі жылу желілерін тартуға арналған. Солардың бірі Астана қаласының сол жақ жағалауын жылу желілерімен қамтамасыз етуге арналған НС-15 сорғы станциясының құрылысы. Снижение износа, аварийности. Техника бірліктерінің тозу процесін төмендету, апатты жағдайлардың алдын алуды бағдарлама көздеген мақсаттарға жатқызуға болады. Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жаңарту бағытында 2015 жылы 60 миллиард теңге, ал 2016 жылы 90 миллиард теңге бөлінген. Оның 75 миллиард теңгесі бюджеттік кредитке және 15 миллиард теңгесі халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлескен жобаларды қаржыландыруға жұмсалады. Жалпы алғанда 2015 жылы 385,5 шақырым желілер салынып, қайта жаңғыртылған. Бүгінгі таңда жалпы ұзындығы 39,1 километр болатын 4 және 5 қосылымдардың 35 шақырымына жылу желісі төселіп үлгерді. Бұл жоба тұрғын үй құрылыстары жүріп жатқан аудандар, Экспо 2017 нысандары мен жаңа теміржол вокзалы аумақтарын жылумен қамтамасыз етуге бағытталған. Сорғы бекеті іске қосылғаннан бастап, жаңа жұмыс орындары ашыла түспек. В будущем на каждой насосной станции будет по 4-6 человек. Болашақта әрбір сорғы бекетінде 5-6 қызметкер жұмыс істейтін болады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында қосымша жұмыс орындары да ашылған болатын. Сорғы станциясының 4 және 5 қосылымдарын салуда 300-400 қызметкер еңбек еткен болатын. Бір сорғы сағатына 1600 куб су тарталады. Мұнда 10 сорғы орналасқан. 5 сорғы судың берілуіне, ал 5 сорғы қайтымды суға жұмыс істейді. Аталмыш бекет толықтай автоматтандырылған. Сондықтан станциядағы әрбір құрылғыға компьютерлік бағдарлама арқылы бақылау жасауға болады. Значит, мы находимся сейчас в комнате, операторской комнаты. Біз қазір оператор бөлмесіндеміз. Мұнда 10 сорғының сызбасы және қосымша құрылғылар көрсетілген. Монитордан қай жерде қай жабдықтың ашық тұрғандығын көрсетуге болады. Бұл ақпарат біздің станциядан бірден тапсырыс беруші Астана теплотранзит мекемесіне жеткізіліп отырады. Олар да жұмыс барысында қай құрылғының істен шыққандығын диспетчер орталығы арқылы көре алады. Қосалқы станцияның жалпы қуаттылығы 4,2 мегаватты құрайды. Нұрлы жол бағдарламасы отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталады. Установлена оборудование на насосной станции. Біздің сорғы станциясындағы техниканың басым бөлігін отандық құрылғылар құрайды. Айта кетейік, жоғарғы вольтты және төмен вольтты құрылғылар Өскемен қаласынан әкелінсе, ал байланыс кабельдері Талдықорған қаласындағы зауыттан тасымалданды. Трансформатор жүйесі Екібастұз қаласындағы өндіріс орнынан жеткізілді. Республика бойынша 2015-2016 жыл қорытындысы бойынша 865 шақырым желілер қайта жаңғыртудан өткен. Ел экономика өсіміне жағдай жасай отырып, бағдарлама қазіргі бар жұмыс орындарын сақтайды және жаңа жұмыс орындарын ашуды қамтамасыз етеді. Болашақ 2017 жылға ұлттық қордан кредиттеу тетігі арқылы 42-де 3 миллиард қаражат қаралды. Бұл бойынша республикамыздың 13 облысымен келісім шарттар жасалды. 1200 шақырымға жуық желілер қайта жаңғыртылып салынатын болады. Әр саланың әрін келтірген бағдарламаның жүзеге асуын қадағалаушы инвестициялар және даму министрлігі, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті. Аталмыш комитеттің ел әл-ауқатының артуына бағытталған ілкімді істеріне деген сенімі мол.